Активтер мен міндеттемелер туралы декларацияны тапсыруды жоспарлаңыз. Қазақстанда жалпыға бірдей декларациялау бағдарламасы кезең-кезеңмен енгізіледі. 2024 жылдан бастап барлық заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлер реттеуші салық органдарына декларация ұсынуы тиіс екеніне назарларыңызды аударамыз. 2024 жылы заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлер белгіленген 250.2.0 нысан бойынша активтер мен міндеттемелер туралы кіріс декларацияны ұсынуы қажет. Одан кейінгі жылдары кәсіпкерлер кірістер мен мүлік туралы жыл сайынғы декларацияны белгіленген 270.2.0 нысан бойынша тапсыруға міндеттенеді. Активтер мен міндеттемелерді 2023 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күйі бойынша декларациялау қажет. Жылжымалы және жылжымайтын мүлік, бағалы заттар, өзге де активтер, оның ішінде Қазақстан Республикасы шегінен тысқары жердегі активтер, сондай-ақ декларациялау процесіне кіру сәтіндегі міндеттемелер. Ол үшін бизнесмендер декларацияларды қағаз тасығышта 2024 жылғы 15 шілдеден кешіктірмей, сондай-ақ электрондық түрде 2024 жылғы 15 қыркүйекке дейін тапсыра алады. Егер сіз жеке кәсіпкер, заңды тұлға болсаңыз, бірақ қызметіңізді жүргізбейтін болсаңыз, онда оны жауып тастау үшін жылдың соңына дейін мемлекеттік кірістер басқармасына жүгінуді ұсынамыз. Сіз eGov.kz порталында декларация тапсырудың онлайн қызметін пайдалана аласыз. Порталда авторизациядан өтіп, келесі тізбек бойынша өтіңіз. Басты бет, азаматтарға, кеден және салық салу. Декларацияны тапсыру кіші бөлімін таңдаңыз. Қызметке онлайн тапсырыс беру батырмасын басыңыз. Әрі қарай декларацияны тапсыруды аяқтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз. Табысты қызметті декларациялаңыз.